Таңын шай ішумен атырып, күнін шай ішумен батыратындар үшін бұл кеңестер қажетсіз болар. Десе де, уақыт өте шай мөлшерін реттегеніңіз абзал. Саулығыңызды сақтағыңыз келсе, ең тиімді тәсілді ұсынамыз. Ол үшін әр күн сайын бір шыны шайды кемітіп отырасыз. Айталық, бүгін 5 шыны шай ішсеңіз, ертең 4 шыны шайды қанағат етіңіз. Сонда ағзаны да, өзіңізді де бір қалыптылыққа үйретесіз. Шай әлем халқының ең сүйікті сусыны. Тіпті бас ауруын шай ішумен емдейтіндер де бар. Осы орайда шайдың орны қашанда бөлек деп қарайтындар үшін аз-кем мәлімет бере кетейік. Сіздің сүйіп ішетін сусыныңыз туралы медицина мамандары оң пікір айтпайды. Десе де мөлшермен ішудің зияндылығы жоқтығын да ескертеді. Шай шөлді басады, ағзаны қуаттандырады, холестерин деңгейін реттейді, әрі жүрек қан тамыр жолдарының ауруларын емдейді. Алайда шайды тым көп ішу бір емес, бірнеше аурудың белгісі екендігін ескертеді. Шайды артығымен ішкендердің қандай ауруға шалдығатынын білгіңіз келе ме? Олай болса, ары қарай көріңіз. Қаназдық бірінші белгісі. Шайды көп ішу ағзадағы темірдің жуылып кетуіне септігін тигізеді екен. Шай танинге өте бай. Бұл заттар белгілі бір тағамдағы темірді ас қорыту жолына сіңіре алмайтындай етеді. Салдарынан темір жеткіліксіздігі пайда болып, адам қаназдыққа шалдығады. Стресс екінші белгісі. Шайдың жапырағында кофеин бар. Ол адамды мазасыздыққа, стресске шалдығуға алып келеді. Еш себепсіз үнемі қобалжу, абыржу, алаңдау секілді жайсыздықтан арылғыңыз келсе, шайдың мөлшерін азайтыңыз. Ұйқысыздық үшінші белгісі. Сізді тәтті ұйқыңыздан айыратын шайдың құрамындағы кофеин болып табылады. Шай басыңыздың ауырғанын қойдырғанымен, ішіңіздегі алай-дүлейді баса алмайды, жаныңызға тыныштық сыйламайды. Егер жайлы жатып жақсы түстер көргіңіз келсе, жатар алдында шай ішпеуге тырысыңыз. Жүрек айну төртінші белгісі. Әсіресе қою демделген шайдан келетін қауіп басым, ал аш қарынға ыстық шай ішсеңіз, саулығыңызға айтарлықтай зиян келтіргеніңізді біле жүріңіз. Бұл кезде ішіңіз, асқазаныңыз ауырып, жүрегіңіз айниды. Бұл жайсыздыққа шайдың құрамындағы танин себепші болады. Қыжыл бесінші белгісі. Оның пайда болуына кофеин себеп болады. Қыжылды емдеу үшін дәрі ішпеңіз, керісінше шайдың мөлшерін азайтыңыз. 2 күннен соң-ақ нәтижесіне көз жеткізесіз. Бас ауруы алтыншы белгісі. Ғалымдардың айтуына қарағанда 100 мг кофеин бастың ауруына себеп болады екен. Егер сіз басыңыздың ауырғанын шай ішіп емдеп жүрген болсаңыз, бүгіннен бастап керісінше әрекетке барыңыз. Яғни бас ауруын шай ішпей емдеңіз. Алғашында қиындық туғызады, алайда оң нәтиже беретініне күмәніңіз болмасын. Бас айналу жетінші белгісі. Бастың айналуына кофеинді көп қабылдау әсер етеді. Бұл көбінесе күніне 6-12 шыны шай ішкен кезде көрініс береді. Назарларыңызға рахмет.